Сіз маған төлеген ақшаны міндет қылмаңыз. Төледіңіз ба, реклама үшін, жарнама үшін төледіңіз. Мен сіздің қолыңыздан жұлып алып, болмаса жарнама деп алдап, мен сізді қайтан істемей қоймағам, істедім, салып бердім, уақытылы салып бердім. Менің ішім ашып отырғаны балаға кетпеген бұл ақша. Мен 100% көзім ашық адамын. Мен сізге көрсетем. TikTok әлеуметтік желі бойынша мен өзім пікірімді айтып кетейінші. Өзінің сідігін, яғни өзінің нәжісін ішіп жатқандар да бар. Хайп деп бұтына түшіп жатқандар да бар. Саясаттан бейхабар, бірақ саясаткерлер бар. Діннен бейхабар, бірақ уағыз айтатын сасық батырлар бар. Енді айып етпеңіздер, бұндай нәрсе көп жиналыста қолданбау керек. Енді ол нәрсе күнделікті болып жатқан нәрсе. Жастарымыздың идеологиясын құртамыз ба? Гейлер, транстар қаптап кетті эфирде. Енді айып етпеңіздер, бұл да бар нәрсе. Кеше маған осы мәселені көтерсең деп бір-екі блогерлермен ақылдасқанбыз. Қоғамда белсенді болған соң осы нәрсені айтуға тура келеді. Жастардың идеологиясын біріншіден транстар мен голубойлар, болмаш батырлар, эфирде сасық болмаш нәрсені талқылайтындар өте көп қаптап кетті. Соған мән беріңіздер и бақылауға алыңыздар, сіздерден үлкен өтініш. Айжан деген ханымның сториске бізге өтінішпен, мен қайдан тапқанын білмеймін номерімді. Мен ол кісіге өтінішпен де шыққан жоқпын. Ол кісі маған, ол кісі емес, сол кісінің күйеуі маған шықты. Айжан деген кісінің фотосын жібереміз, сіздің еңбек ақыңыз қанша болады деді. Сосын мен айттым, еңбек ақымды не істейсіз, ол кісінің өзі қайда? Мен білмеймін ғой сізді. Ол кісіні мен видеомен көрейін бірінші. Нақты сол кісі ма, сол кісі емес па? WhatsApp арқылы хабарластым. Толыққанды көзім жеткізіп, сосын ақыға сториске салдым. Тоғжан мен Азамат есімді кісі 1.370.000 теңгеге жарнама алып еді, яғни 3 роликке пост қылып салып беруге, оны монтаждауға, оны түсіруге. Дәл сол қаражатты мен бүгін аудардым. Ол біріншіден. Екіншіден, мен ешқандай сбор жүргізбеймін. Сбор ашпаймын ешкімге, яғни сбор ашқан адамдардың тек қана рекламасын жасап беремін, яғни жарнама түрде менен сатып алады, пост пен рекламаны. Үшіншіден, мен өзінің жеке каспиімді мұқтаж жандарға пайдаланбаймын. Яғни мен жеке счетымды, каспиімді, болмаса каспи номерімді ешқандай видеоға салмағанмын, және де болашақта салмаймын да. Қамда аудар жеңіш болды. Мен сізден артық нәрсе сұрап отырған жоқпын. Оңбаған қатын екенсіз ғой, сіз алайық. Сіз маған төлеген ақшаны міндет қылмаңыз. Төледіңіз ба, реклама үшін, жарнама үшін төледіңіз. Мен сіздің қолыңыздан жұлып алып, болмаса жарнама деп алдап, мен сізді қайтан істемей қоймағам, істедім, салып бердім, уақытылы салып бердім. Менің ішім ашып отырғаны балаға кетпеген бұл ақша. Мен 100% көзім ашық адамын. Мен сізге көрсетем. Желіде қайырымдылық жасап жүрген блогер алдап соқты. Редакциямыздан Самат блогер атты Инстаграм қолданушысына алдандық деген ата-аналар көмек сұрайды. Сөздеріне сенсек, аурушан балалармен бірге жан түршігерлік видео түсірген ер адам ақыр соңында балаларды да, ата-аналарды да тақырға отырғызыпты. Жүруде сөйлейде алмайтын қаршадай қызды алдына алып көмек сұраған блогердің бұл видеосы мыңдаған қаралым жинады. Жаны ашыған жұрт есеп-шотқа толассыз ақша аударған. Бірақ қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресін демекші, сұмдықтың бәрі видео жүктелген соң басталған. Аурушаң баланың анасы бейнежазба алдын ала жазылған сценарий бойынша түсірілді. Ал басты рөлді Саматтың өзі сомдады дейді. Құрметті достар, менің атымнан аккаунттарды ашып, яғни менің фотомды қойған жалған фан парақшаларға алданып қалған адамдарға осы видеоны толық көріңіздер. Міндетті түрде осы видеоны өткізіп алмаңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Сіздердің қаржыларыңыз қазіргі таңда қайту үшін тікелей менің жекеме номерлеріңізді қалдырыңыздар. Чектерді жіберіңіздер. Анық ақпарат болсын, яғни Самат, мына мен алданып қалдым, мынау менің номерім, және де жіберілген ақша мынандай картаға деп
дәлелмен маған жекеме дайрекке жазыңыздар, жекеме смс қылып жазыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Міндетті түрде номерлеріңізді, чектеріңізді и қай картаға аударғандарыңызды. Бұл мен үшін үлкен маңызды ақпарат. Сондықтан алданып қалдыңыз ба? Қор видеода өтіп кетпей, іс-әрекетке көшіңіздер. Саматтың жылағанын көрдіңдер ме? Саматтың жылаған видеосын көрдіңдер ме? Саматтың. Ильяс сияқты жылады ма? Ильястан артық ешкім жылай алмай ма деп едім мен. Содан артық жылай берген. 8 операция жасады маған, анау мынау деп. Ёпты. Енді ақталып отыр ғой. Типа операция. На жалость давить етеді екен ғой, Бұлардың сценарий не? Фантазиялары жоқ па? Ильяс та сөйтіп еді ғой, мен дуалады бір бәле, өлейін деп жатырмын. Одан кейін операцияға түсіп қалады. Бәрінің сценарий бір, Кішкене фантазия қосып басқа нәрсе айтпай ма? 32+ жазамыз, 32+. Шын блогер бар, мен көмектесіп жүрген дейді. Қайдам түрің жоқ, атың жоқ. Даже ана қатын деген бетін ашпай қарасаңызшы, сізге шабуыл жасап отыр ғой, бетін ашпай. Негізі мына Рыспала бар ғой, мамандықты қате таңдаған. Нағыз не болып тұр ғой, андай қалай айтса болады. Бойында таланты бар, дайын тұрған актриса ғой. Қалауымнан шыққанның бәрі актриса. Ана Жанерке, Елшін Жанеркені өзі чостойды семьясымен бірге. Деп ойнай саған қайтесің? Бүгін инстаграмға салсам қыздар өліп қалған ғой. Токсичный қатындардың рөлін ойнайтын актриса болатын еді негізі. Мамандығы дұрыс болмады, дұрыс болғаныңша. Соны айтамын, сол аяқты біраз ақша табар ек десейші. Ана кім Бадықова бар ғой, сол сияқты болғанда. Зато адал еңбекпен кино түсіріп ақша тауып жүретін еттен. Бадықова сияқты охранамен дейсің ғой. Мен охранамен шыққан кезде өлгем күліп. Құдай-ау, кімнен қорғанып жатыр, мынау халықтан ба деп. Жақсы диплом Олжас бар, жаңағы актер Олжас бар ғой, Очоу. Сол мен досыммен бірге интернатта оққан ғой. Очоуың, Дариға Бадықоваң бәрі жертва одной роли ғой. Бір образдан шығамайды. Очоудың любой киносын қараш, бәрі бір образ. Очоудың бірақ киносын айт маған, кезінде естерінде ма, сериал түсіріп еді ғой. Бәрі сол сериалдың атын еді, екі дос туралы. Тәуекел деген сериал болып еді ғой, сода күшті. Қалған киносын бәрі бірдей ғой. Дикомен шығарасашы? Джокерді ма? Жоқ, Айбек. Жынды ма, мен шығарған ес? Білмеймін. Я сам кого угодно отсюда выкину. Басеке деген ғой. Жоқ, Басеке емес, Тәуекел. Или Басеке емес. Басеке ғой? Басеке. Астында коммент жазып отқандар лайк көп басыңыздаршы, лайкты. Одан кейін жаман комментарий жазбаңдар. Африкаға жіберем, Африкаға сендерді. Көп сіз туралы айтып отыр ғой, еркек басымен не істеп отыр деп. Дәу ма? Мен модырмын ғой бұл жерде, модыр. Бересің? Сен Джокер модераторсың ба не? Сен... Мен сеға бірақ рет модератор бересем, постоянно сен модератор болып тұра бересің ба? Ой, байды. Қалай алып тастаймын сені модераторлықтан демесің? Не үшін аласың? Жоқ, вообще айтып отыр. Ертең ана не даты? Семен қырылып қалып шығарамайды дейсің ғой модераторлықтан. Жоқ, оңай ғой. Тикток қақпаймын ғой мен вообще. Ана нені көрдің ба, мен жіберіп едім ғой саған сообщениеден. Дым көрмедім, шынымды айтайын. Тикток вообще көруге уақыт болған жоқ. Мен инстаграм жанып жатыр. Прокурорды ма көрдім. Че там, қалай? Видеоларын көрген жоқпын, просто подписка жасап алдым, чтобы не потерять.
бір-екі видеосын көрмедім ба хотя бы? Көрейінші, аха, қазір барып көрейінші соны. Көрсең дұрыс болады. Иә. Қыздар бұл жерде жігіт басымен, еркек басымен деген әңгіме емес. Ақшаны жігіттер де салды, еркектер де, апалар да, кемпір шал бәрі салды. Причем тут еркек анау мынау деген. Маған ақша керек емес, рахмет ниеттеріңе. В общем, ақша табу үшін жаңағындай сайқал болу керек қой. Конечно. Иә. Өтірік күліп, қақылдап. Бірақ на самом деле ол күліп атқан жоқ та, ішінде қинап күледі да, ол қиналып. Деп па? Иә. Кеткен Әрең шығарып. күйіп кеткен театрдың артисі болу керексің ғой ол үшін, иә? Конечно. Мен осы баяғы бір кезде тоже эфир ашып, адамдармен сөйлесетім ғой, бірақ көп адам кірмейтін де мен эфиріме ше. Одан кейін мен түсіндім, анандай. Да, бір жынды болып отырсаң бар ғой, короче, сайық мазақ болып отырсаң, сол кезде қарайды екен. Привет, дети. Ма сағат 10 болыпты, ұйықтамайсыңдар ма, е? Сотка тастаңдар, быстро. Сотка таста спать. Азында кім берді чупа-чупс? Жынды болып, қазынды қуып отырсаң, сол кезде елдер қарайды екен Азанда десең. тісің ауырады, азында. Иә, жынды болсаң көреді ғой бәрі. Мен баяғыда ана кімнің видеоларын көп көретім эфирінше. Мұрат Әбділда бар ғой. Бля, Мұрат Әбділданың эфиріне кіріп жататым ғой кәдімгідей. Мұрат деген қазын қуған кезде, шайған кезде енді настроением көтеріледі ғой ананың. Дұрыс, біздің қазекеңдер ғой, кілең, жын жыпырға құмар ғой. Жокер, қыздар, бір минут. Мен қазір экранды бейт түсіре бересіңдер ғой, е? Или мен даусым қалай өшірсем болады пока? Жоқ, звукты өшірсеңші. Қақтан өшірем ол? Өзің звугыңды басасыз. Қай жерде ол? Астында. Ана микрофонды баса саласың ғой. Микрофон тұр. Ең астында жоқ. Майбеттің жанында тұр ғой, гости деген қасында тұр. Гостидің қасында? Микрофон тұр. Табличка. Мә, дүп болған қиын. Настройки жақта ма? Мені выключить микрофон. Все, өшірдім. Иә. 5 минутқа кетем мен, короче, сөйлесе беріңдер, е? Анау тұмар. В общем, жатат мен. Тұмар. Иә, сол Гуша, Тұмар дегендер жындылар бар ғой, соларға құмар ғой біздің қазекең. Анау алқаш Дана деген бар еді ғой, солардың эфиріне кіріп алып жататым ғой, кәдімгі кофеді дайындап шын. Жоқ, Мұрат ішің пыспайды да аналардың эфирін көрсең. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Алейкум салам. Дегенше қолтық шаш. Қолтық шашқа жүр ғой тағы да, кіріп жүр ғой. В общем, білмеймін, ең қатты жақсы көреді мен Мұраттың эфирі болатын. Бля, Мұраттың эфирі енді. Мұраттың жандырады ғой, действительно. Ол қайда Мұрат қазір, кіре ма? Гугуша бар еді ғой, Гугуша сатушы болып кетті ма? Мұрат түрмеде ғой. Жоқ, түрмеден шықты ғой ол. Қайттан қамап тастады ғой. Боқтады ма тағы да? Жоқ, боқтағанда емес, ана кешкі сағат 10-нан кейін көшеге шығуға болмайды екен ғой оған. Аха. Андай не деуші еді? Үй қамақ қой оның несі, қалған срогы үй қамақта отыру керек. Условныйда жүрген. Иә. Түнде 10-нан кейін ешқайда баруға болмайды, басқа қалаға баруға. Иә, еще отметкаға бармасам бұл проблема. Джокер, наяқта ұнамайтын комментарий жазатындар сразу блокқа тықпыстаға. Естіңдер ма? Естіліп атырым ба? Қамат блогерге не болды екен? Әй, мен естіп атсыңдар ма? Иә. Все, Джокер блокқа тықпасын, хорошо?
Все, кеттім мен қазір 5 минуттан келем. Ага. Иә. Лайк басып отырсыңдаршы достар, лайк.